Сіздерме оқушыларым, біз 10 сынып бойынша тжб-ны талдап өтейік. 2-ші тоқсанға арналған бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Берілген реакцияда химиялық тепе-теңдік оң жаққа қарай ығысады. Және реакция жазылған H хлор плюс O2 шығады H2O плюс хлор 2. Егер мына жерде 4 нұсқа берілген, осыны 4 нұсқаның біріншісі дұрыс болады. Қысымды жоғарылатса 0-дан кем болады. Дұрыс жауабы А. Келесі тепе-теңдіктің ығысуын кім тұжырымдады? Әрине ол Ле Шателе. Жауап Б. Берілген реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді? Егер жүйенің қысымы 3 есе арттырса, әрине бұл жерде реакцияға қарап есептеп алсаңыздар болады. Жауабы Д болады. 27 есе артады. Брометанда арасында байланыс үзілуі гомолиттік үзілу деп аталады және келесі теңдеумен сипатталады. CH3 бром, CH3 плюс бром болып бөлінеді. Бұл не? Нүкте болып тұрған екі бөлшек, бұл бос радикалдар. Если нүкте көрсеңіздер, бұл міндетті түрде бос радикал деген сөз. Келесі температураның реакция жылдамдығына әсері қандай теңдеумен өрнектеледі? Бұл жерде жауап А болады. Қазір осы бізге алдағы есептерде осы нелер керек болады. Жауап А. Келесі есеп. Аммиак синтезі барысында химиялық тепе-теңдік әрекеттесуші заттардың келесі концентрациялар кезінде орнатылады. 2,5 моль на литр, 1,8 моль на литр, 3,6 моль на литр. Осы реакцияның тепе-теңдік константасын есептеңіз. Азоттың және сутектің бастапқы концентрацияларын есептеңіз. Әрине бұның бәрін есебін шығарып, жауабын мен сіздерге мұнда жазып кеттім. Скрин жасап жазбасаңыздар болады. Келесі есепке мән беріңіздер. 30 градус температурада қазір 30 градус температура кезінде реакция 8 минутта аяқталады, ал 70 градус температурада 0,5 минутта аяқталады. Осы реакцияның температуралық коэффициенті қаншаға тең? Жақсы, осыны есептеп көрейік. Алдымен формуланы жазып өтеміз. Т1, Т2 бізде белгілі градустар. Бұл болады тең В1, В2-ге. Енді осыны жасап шығарып көрейік. 8, 0,5 тең 16. Демек, В Т1, В Т2 тең 16-ға. Дұрыс па? Әрі қарай. Так, мынаны өшіріп кетейін. Осыны орнына жасам. Әрі қарай формулаға 16 жаңа жоғарыда жазылған формула бойынша шығарамыз. 70 минус 30 бөлінген 10. 16 тең. Мұнан есептесек, И 4-ші дәреже болады. 70-тен 30-ды алып 10-ға бөлсек 4 болады. Және 16-ны тоже дәрежеге аударуымыз керек. 2. 4-ші дәрежеде 16 тең И 4. Сонда дәреже мен дәреже қысқарып, И И 2-ге тең болып тұр. Түсінікті ма? Міне жауабы.
түсінікті. Осының барлығын дұрыстап жасап скрин жасап алсаңыздар болады. Міне мына теңдеуді шығарсаңыздар ары қарай жауабы өзі-ақ шығады. Келесі реакцияның температуралық коэффициенті 2-ге тең болса, температураны 30 градустан 90 градусқа көтергенде жылдамдықтың артуын анықта. Жылдамдықтың 64 есе артады. Мен жаңағыдай алдын ала есептеп қойдым. Енді сіздермен бірге есептейік. Тура жаңа формуланы саласыздар. 2 дейміз. И бізде 2-ге тең 90 минус 30 бөлеміз 10-ға. Енді осыны есептеп шығарасыздар, болды. Жай ғана 2, мынау бізде 6-шы дәреже. Мынау 90-нан 30-ды алып 10-ға бөлсеңіздер 6 болады. 2 6-шы дәрежеде, бұл бізде 64. Жауабы 64 есе артады. Түсінікті? Келесі реакция теңдеулердің тепе-теңдік константаларының өрнектерін жазыңдар. Беріліп кеткен өрнектер көріп тұрғандарыңыздай. Енді сол өрнектердің астына мен дұрыс нұсқаларын жазып кеттім. Константа ретінде. Түсінікті? Бұл да оп-оңай сұрақ. Жай ғана скрин жасап жасалсаңыздар болады. Келесі сәйкестендіру. Химиялық теориялардың дұрыс анықтамасын табыңыз. Бірінші химиялық реакция жылдамдығы бізге С жауап тура келеді. Бастапқы заттардың немесе өнімнің біреуінің концентрациясының уақыт бірлігіндегі өзгеруін айтады. Демек, бірі С болады. 2 ішкі энергия. Бұл бізде бұл бізде химиялық реакциялар мен физикалық құбылыстар нәтижесінде бөлінетін заттардың жасырын энергиясы. Демек, 2 бізде Е болады. Түсінікті? Келесі 2 деп мен 3-ті алып отырмын. 2. Ал 3 қызылмен белгілейін. 3 бізде тура және кері реакциялардың жылдамдықтары теңескен жүйенің күйі. Бұл химиялық тепе-теңдік. 3-тің жауабы. 4. Келесі Ван Гог ережесі. Ван Гог ережесі бұл жүйенің температурасы 10 градусқа көтерілгеннен кейін реакция жылдамдығы 2-4 есе артады. Осы істері дұрыс жауап болады. А. 4. Қайтымды реакция деп берілген температурада бір мезгілде өнім түзілуі жағына да, бастапқы зат түзілуі жағына да, яғни қарама-қарсы бағытта жүретін химиялық реакцияны біз қайтымды реакция дейді екенбіз. Сіздер стрелка көрсетпей, жай ғана мына ортасына жазып кетсеңіздер де болады. Өздеріңізді ыңғайларыңызға қарай. 9-шы сұрақ. Мына берілген қайтымды процесс үшін тепе-теңдікте тұрған жүйе күйіне келесі факторларды әсерін түсіндіріңіз. Қысымды арттыру дегеніміз ол өнім бағытына ығысады. Дұрыс жауабы. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын арттыру дегеніміз бұл да өнім бағытына ығысады. Концентрация қосатымызда және әрине ол ығысады. Температураны төмендету бұл эндотермиялық реакция болғандықтан реагенттер бағытына қарай ығысады. Керісінше, түсінікті? Болды, осымен біздің 10-шы сыныпқа арналған есептеріміз
кинетика, жалпы басқа да сұрақтар бойынша. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Мен Назерке Әлбекқызы. Қош сау болыңыздар.